мен сені олардан қатты жақсы көрем. Мен құлшылығымды олардан қатты жақсы көрем. Бұл балалар туылғаннан кейін дереу бүйтіп ауыстыра салатын нәрсе емес. Раббы, мен олай істеймін деп тұрған жоқпын. Маған көмектес, маған жәрдем бер, осы құлшылығымды бір реттеп алайын. 3 жыл бұрын біз тіпті подкасттардың өзі бізде намаздың нәсебінде деп басталған болатын. Алайда аяқ астынан осындай бір Алла Тағаланың ой салуымен осылай кітап өзгерді. Мен ойлаймын, тіпті адам балиғат жасқа толғаннан бастап намаз оқыса да, әр кіретін намаз оны сағынып отыратын сияқты ойлаймын. Сонда мен сол нәрсені елестеттім да, қазір мен намаз оқып тұрмын. Тіпті оқуға ерініп жатырмын. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келсе, мен не деп айтам оған? Намаз бұл бір Алланың дастарханы сияқты. Ол жерде сен же, сен жеме, сен кел, сен кет деген нәрсе жоқ. Яғни Алла Тағала барлығымызды шақырады оған. Жаңа қиямға тұрамыз, Құран оқимыз, рукух жасаймыз, оған дейінгі жаңағы намазға дайындықтың қимылдары бар. Маған қатты әсер еткен білесіз ба? Бүкіл осы дайындықтың бәрі сәжде үшін деген нәрсе. Иә, маған өте қатты. Егер де сіз құлшылықты, олай парашют дейді ғой, бір есеппен жасайтын болсаңыз, онда Алла Тағала сізге өзінің рызығын есеппен береді. 1, 2, 3, бисмилля. Қалай? Вы өте нәзік істейді. Алхамдулиллахи раббил аламин, уассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаға шүкір, көптен күткен, аңсаған күнімізге келіп жеттік. Бүгін біздің ерекше қонағымыз, өздеріңіз баршаңыз танитын, елімізге белгілі ұстаз, қари, балаларға арналған кітаптың авторы, сонымен қатар теңдессіз дұғалар кітабының авторы Малика ұстаз. Малика Айтжанқызы, менің жерлесім деп мақтанып қояйын. Тастайдан тек осындай қыздар шығады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Бүгін әрі ұстаз, әрі құрбым, әрі коллега болған, әрі жерлесім болған Айнұрдың ерекше подкасты болғалы тұр. Бұл подкаст тек қана енді ғана намазға келіп жатырмын, немесе намаз оқимын деген емес, жалпы әйелдер қауымына арналған. Өйткені біз бүгін әйелдер қауымына қатысты бір тереңірек қозғап отырсамыз. Сосын бірден айтып қояйыншы қыздар, Айнұр ұстаз кішкене қобалжып тұр. Маған басында айтты, қобалжып тұрмын, қорқып тұрмын, ашуланып тұрмын, бүкіл эмоциясы маған уже көрсетіп қойды бұл ұстаз. Сондықтан бір нәрсені уайымдап тұрған адамға үнемі бір қолдау керек. Сондықтан барлығымыз бірлікте, давайте қолдап жүрейік Айнұр ұстазды. Лайк басу керек па, білмеймін. Барынша активны болып отырамыз. Жақсы ма? Иншалла. Мына жерде жаңа ашуланды, үйтті деп бүкіл мінезім шығарғандай қылып күшті қылып айтып бердіңіз ғой мына жерде. Бірақ басынан шынымен сондай эмоциялардың өткені рас. Өйткені бүгін тіпті менің денем ауырып, кәдімгідей бағана автобуста құлайын ба деп ойлап қалдым кәдімгідей. Білмеймін, не қобалжу болғандығын. Бір жағынан эфирге дәл осылай шықпағалы біраз болған шығар. Екінші жағынан суықтап қалдым да өзім түсінбедім. Психосоматика бар ма, басқа бар ма? Қысқасы, бүгін барынша сіздерге подкастты пайдалы етуге тырысамыз. Және бүгінгі эфирде біз ұстаз, Айнұр ұстаз, Малика ұстаз ретінде емес, керісінше үйдегі Айнұр, үйдегі Малика, жеке өмірдегі ұстаз емес, Айнұр мен ұстаз емес Малика өзінің құлшылықтарында қалай бір-біріне, яғни қалай құлшылықтарына бекем болады, қалай шаршайды, қалай эмоцияларын көрсетеді, осы жайында айтатын боламыз. Ал ең басты алдымен адамға рахмет айтпаған Аллаға шүкір ете алмайды дейді. Бүгінгі эфирге осындай екі кішкентайыңызды тастап келгеніңізге Алла разы болсын деп келеді. Әрбір қадамыңызға Алла сауаптан жазсын иншалла. Маған да қызық негізі. Малика ұстаз ұялғалы мен үйіне шақырған жоқ деп шыққансың. Үйдегі Малика қандай? Ұстаз Маликаны білем. Үйдегі Маликаны да шамамен білесің ғой негізі, бірақ сонда да үйде мен бірінші кезекте анамын. Өйткені Аллаға шүкір 7 жыл бөпелерімді күттім ғой. Ең бірінші кезекте оянғаннан бастап көз ұйықтағанға дейін тек қана балаларымның қалай жаңа тұрып жатқаны, тамақ жеп жатқаны, денсаулығы, көңіл күйі маған өте қатты әсер етеді. Тіпті ошақ келуден алдын олар жылап кішкене не болған кезде менде андай бүкіл настройка сынып кетеді, сондай сияқты болады да. Бірақ сонда да біз білеміз, бала, күйеу немесе ата-анамыз, олардың барлығы бізде осы өмірде бір
берілген ерекше нығметті адамдар олар. Бірақ олар біздің ниетіміздің, бір қандай да бір үлкен жоспарымыздың, Алланың разылығына бір тосқауыл болмау керек қой. Сондықтан мен барынша теңдей ұстап жүруге тырысамын. Бірінші кезекте үйде анамын, жұбаймын, жолдасымның келіншегімін. Бірінші келіншегі емессіз ба? Жоқ, бірінші анамын деп айтамын. Қазір ауысып кетті шынымен. Өйткені қазір намаз тақырыбында тереңдеген сайын мен тура осы бір бала емес, екі бірдей кішкентай нәрестемен жалпы намазды қалай ұстап жүруге болатындығына мен бөліскім келіп тұр. Одан кейін келінмін, жеңгемін және әпкемін. Машалла. Осы рөлдің барлығын күнделікті алып жүрсіз үйде? Алып жүруге тырысамын, бірақ бір керемет, барлығы тамаша деп айта алмаймын. Перфекционист болған адамға барлығы қиын, керемет етіп жасау. Бірақ мен былай деп айтамын, Алла Тағала мен еш нәрсені жасай алмайтын бір әлсіз құлыңмын. Сондықтан өзің маған жәрдем бер. Осы мынау ана, келін, жұбай деген нәрсенің барлығын сен маған бердің. Егер сен қаласаң, мені мүлдем жалғыз етіп қоюыңа да болатын еді. Өйткені жер бетінде әрбір 5-ші адам некелеспейді екен, жалғыз өтеді екен бұл өмірде. Бірақ мен оның қатарынан емеспін. Алла Тағала менің айналама көп адамдар келіп қойды. Демек, бұның өзі маған берілген бір үлкен бақыт деп санаймын. Сондықтан қазір барынша тырысып жүрмін осының бәрін бірге ұстауға. Ал енді өзінен сұрайын. Өйткені мен де подкаст жүргіземін. Менің де теңдес ұстағылар подкастым бар. Негізі сұрақты мен қоямын, Айнұр десең. Бүгін қай жерде отырғаныңызды біліңіз де. Енді шамам келгенше тұрса, тура осы, давайте былай істейік, Айнұр ұстаздың маған қойған сұрақтарын мен Айнұр ұстазға қайтадан қоямын. Өйткені мен ойлаймын, бұл жерде тек мен ғана емес, Айнұр ұстаздың да қыр-сыры ашылу керек деп ойлаймын. Егер келсеңіздер, лайк басыңыздар. Айнұр ұстаз үйде кім? Айнұр ұстаз үйде әрине ең бірінші ол жар. Қазіргі мен негізгі рөлім сол. Өйткені 2 жыл бұрын енем қайтыс болды қолымызда. Содан кейін менде келіндік рөлде, басқа рөлдер негізі азайып қалды. Көбіне жар рөлі, оның өзін қатырам деп айта алмаймын. Мына жерге жолдасым шақырып сұрау керек шығар ол рөлді. Өзі сөйтіп әзілдеп күледі маған. Менен сұрасын да сенің қандай екеніңді мен подкастқа шақырсай деп. Екіншіден, әрине ол үй шаруашылығындағы әйел. Яғни, бірақ мен айта алмаймын, бірден айтып қояйын, мен оны сторизлерімде де көп бөлсем, кешке дейін кухнядан, асханадан шықпайтын, күнде неше түрлі тамақ дайындайтын адам емеспін. Мен өзімді сондай қылуға барынша тырыстым негізі. Өйткені курстарға жазылғым келді, аспазшылық, бірақ адамның өзі икемі белгілі бір нәрселерге болады екен. Одан кейінгі үйдегі рөлім, қазір қайныммен бірге тұрамыз, сол үшін жеңгемін әрине, бірақ енді қандай жеңге екенімді білмеймін. Содан кейін бастысы үйде де мен кейде ұстаз болып кететін сияқтымын өзіме. Ол рас. Кейде әрине үйде онлайн сабақтарға қатысқан кезде шәкірт боламын. Осындай рөлдерде жүрмін. Машалла. Керемет. Енді қараңыз, бұл жердегі қазір ойлаймын, мен барлық көпшілік жаңағыдай оқырмандарымызда тұрмыстағы бала-шағалы бар көпшілігі деп ойлаймын. Бойдақтар да бар шығар. Жаңа сіз бірнеше рөліңізді айттыңыз. Сол рөлдердің ішінде жұмыста істейтін рөліңіз бар. Яғни жұмыс істейсіз. Қалай үлгересіз? Соңғы кездері мен көбірек дәрігерлерге қарап жүрмін негізі. Өйткені дәрігерлер, психологтар айтады ғой, қатты өзін шаршатып алу, выгорание деген. Сондай нәрсе менде жиі болып тұрады. Өйткені мен қосымша ағылшын, орыс тілдерін қазір тереңдетіп оқытып жатырмын да. Тағы ол шәкірттік позицияда қосылған, күніге Құраннан міндетті түрде минимум 2 бет оқып тұру керек. Ұстаздық бар, Құран қаншама сабақтар бар, подкаст сүру бар. Шынымды айтсам, тек қана Алланың қалауымен ғана жүрмін дейсіз. Өйткені таңертең оянған кезде мен бірден телефонға қарамаймын. Өйткені телефонға қараған уақытта біз енді таң намазын қазір 2:30-да кіреді. Таң намазын оқып ұйықтаймыз. Таңертең ұйқыдан оянған кезде мен телефонда кім жазды, WhatsApp-қа кім жазды деген нәрсені алып тастаймын миымнан. Бірден дұға етемін. Раббым Алла, сен маған бүгін 24 сағат уақытты бердің. Және мен оны қандай мақсатта, қандай нәрсеге қолданатынын білмеймін. Өйткені алдымдағы бүкіл уақытым, энергиямды, күшімді барлығын беретін сенсің. Сондықтан Аллахым маған сен разы болатын етіп осы күнді өткізу нәсіп еткейсің деп сұраймын. Одан кейін бұрындары мен қатты не болатынмын, мынаған үлгермей жатсам өзімді кінәлап, барлығын жасаймын да, бір 70% жасап, қалған 30% істемесем бір өзімді жек көріп сөйтетінмін. Жоқ, қазір мен олай жасамаймын. Өйткені ең бастысы сапа деп ойлаймын да, жасаған нәрсенің сапасы. Және қалай жасасаң да ең бірінші кезекте біз Алланың разылығы үшін жасасақ,
ол әрі соңында жемісті болады, әрі соңында бір өзің кішкене бір Аллаға шүкір, Алланы разы ететіндей бір жасауға тырыстым ғой деп өзіңе бір баға қоя аласың. Ал негізі бір керемет үлгерем деп айта алмаймын. Бірақ ішінде әрине ең бірінші кезекте намазға мән беруге тырысамын. Менде осы нәрсе. Намаз, ең бірінші кезекте Құран, одан кейін отбасымның тамақтануы және балаларымның тамақтануы, ұйқысы қазір мен үшін ең бірінші приоритет солар тұр. Керемет. Мен не айтам деп ойланып қалдым ғой. Шын мәнінде жалпы үйде болған кезде жаңағы рөлдерді атқарып жүрудің өзін кейде біз құлшылық екендігін ұмытып кететін сияқтымыз. Өйткені біз жаңағыдай сыртта істемедім, подкаст түсірмедім, немесе жаңа ұстаздық шәкірт тәрбиелемедім деген сияқты кейде біз үйдегі бұл көпшілік қыз келіншектерден бізде қазақтың әсіресе байқалады. Декретте отырмын, пәленше жыл болды, күйеуімнің мойнында отырмын деген сияқты, немесе тағы сондай кезде келіп біреу қашанға дейін күйеуің мойнында отыра бересің деп жан-жақтан сөйлейтін адамдар болады. Осындай кезде ерекше бір еске салым келеді. Жалпы бала босану, бала тәрбиелеу, жар болу, оның барлығы үйді тазалау болсын, оның барлығы құлшылық. Бүгінгі күні еркек те істесін, еркек те үйтсін деп жарыстырып қою, бұл шын мәнінде саясат. Алайда біз түсінуіміз керек болған нәрсе бар. Әйелдің өзінің икемділігі болады белгілі бір нәрселерге. Бастысы бұл жерде приоритетті дұрыс қоя білетін болсақ, қалғаны өзімен өзі орындалады деп ойлаймын. Мен де келісемін. Ал енді жалпы осындай енді кішкентай білеміз, екеуі де кішкентайларыңыздың келінсіз, жаңа айтқанда енемен тұрасыз. Осындай кезде намазбен қандай сізде қиындықтар болады? Қалай үлгересіз намазға? Қаза қылып алатын сәттер бола ма? Мен бірден айтайын, қаза қылып алатын кездер болады. Өйткені басында мен 7 ай қалаған уақыт жаңағы еркін өмір сүріп үйрендім. Өйткені мысалға енем Аллаға шүкір өте жаңағы түсінігі мол адам. Сондықтан нақты бізде мынандай нәрсе жоқ. Сен 7-де тұруың керек, біз жерде тұрамыз, есіктің алдын сыпыруың керек, түскі уақыт сағат 1-де дайын болу керек, кешкі уақыт 7-де дайын болу керек. Ондай нәрсе жоқ. Аллаға шүкір. Басында бөпелерді босанғаннан кейін менде бір кішкентай андай бір не болды. Басқа бір әлем басталып кеткен сияқты болды ма? Өйткені біреуін емізіп жатқан кезде, еміз болғаннан кейін екіншісін емізетін уақыт келеді. Оны еміз болғаннан кейін, нифас уақытына шыққаннан кейін. Екіншісін жаңағы жөргегін ауыстырып болғаннан кейін ол бірінші жылап қалады. Екеуін де бірдей көтеріп тұрған уақытта шаршайсың, ұйықтағың келеді. Сондай сәттер болды басында. Бір айдай, 2 айдай уақыттың қалай өтіп, қалай кіріп жатқан түсінген жоқпын. Оның үстіне мен қыста босандым. Тез намаздан кейін намаз кіріп қала беретін. Оның үстіне әйелдердің көпшілігінде бала босанғаннан кейін дәретте проблемалар болады. Мысалға, дәретін қайта-қайта бұзыла беру, немесе үзірлі жағдай көп болып тұрады, немесе жаңағы баланың жаңағы жүргегін ауыстырып жатқан кезде денеңе неше түрлі нәжістер тиіп қалуы мүмкін. Үнемі андай напряжение болатын менде. Аллахым, менде қазір бір нәрсе дұрыс болмай қала ма, не болады деген. Бірақ маған көбінесе негізі мен өмірімде Мариям анамызды, Хадиша анамызды үлгі тұтатын адаммын. Мариям анамызды бұл көбінесе аналық нәрседе, тақуалықта, ал Хадиша анамызды мықты болу, көпшілікке пайдалы болу жағынан үлгі тұтам. Сонда маған көбінесе Мариям анамыз үлгі болатын. Мысалға, Мариям анамыз өзінің худжрасында отырған кезде Алла тағала оған жәннаттың жемістерін алып келіп берді, ешкімсіз. Сол кезде ол Алла тағала сансыз шүкірлік етіп отырды да, құлшылығын одан да арттырды. Бірақ кейін Алла тағала оның құрсағына Иса алейхиссаламды берген уақытта ол қауымнан кетіп қалды. Солай бір алысқа бара жатқан кезде толғағы басталады. Құранда айтылады ғой. Сонда қурап қалған бір құрма ағашының астына келеді. Алла тағала ол қатты қиналып тұрған кезде өлгенім жақсы еді ғой деп соншалықты қиын нәрседен айтады. Сол уақытта Алла тағала оған құрма ағашын сілкі дейді. Просто үздей келеді. Оның мағынасы жаңағы просто ұрсаң болды. Ал құрма ағашын ұрып құрма түсіру мүмкін емес. Сол кезде Алла тағала жай ғана оған сілкі деген кезде құрма жаңағы ағашта піске құрма түседі. Сол нәрсені мен бұрыннан ойлайтынмын. Алла тағалам, егер сен Аллах қаласа, Мариям анамызға тура худжрасында отырған сияқты, ол құрманы сілкімей-ақ неше түрлі жәннаттың жемістерін әкеліп қоятын еді ғой. Бірақ Алла тағала олай жасаған жоқ қой. Соның хикметі не деп, үнемі ойлайтынмын. Содан бір күн ұстаздан сұраған кезімде, ұстаз былай деп жауап берді: егер адам құлшылығын тек қана ойы осы ақыретінде, құлшылығында Аллада болса, онда Алла тағала оның дүниелік істеріне жеңілдік беріп қояды дейді.
Ал егер де адам барлық нәрсені мен өзім жасауым керек, дүниелік нәрсенің барлығын мен өзім бітіремін деген нәрсеге өзім дейтін болса, Алла тағала оның дүниесін де ақыретін де қиындатып қояды дейді. Сол кезде мен түсіндім, өйткені Мариям анамыз адамдар не дейді деп қатты уайымдады ғой. Бірақ сол уайым болған үшін Алла тағала оған өзің сілкі, өзің әрекет ет деген екен да. Сол Мариям анамыздың тапсыры, яғни сүресінің тапсыры маған үлкен мотивация болды. Мен сол кезде былай ойлай бастадым. Алла тағалам, егер мен тревожная маманың қатарына жатамын. Бала түшкірсе, уже менде тревога басталады. Немесе бала жыласа, мен уже қорқып бастаймын. Сол кезде мен былай деп дұға еттім. Алла тағала, мен білемін, мен бұл балаларды өте көп күттім. Олар мен үшін өте қадірлі. Бірақ та мен сені олардан қатты жақсы көремін. Мен құлшылығымды олардан қатты жақсы көремін. Бұл балалар туылғаннан кейін дереу бүйтіп ауыстыра салатын нәрсе емес, Раббым. Мен олай істейін деп тұрған жоқпын. Маған көмектес, маған жәрдем бер, осы құлшылығымды бір реттеп алайын деп. Содан фокусты балаларға қатты тревожный болдым ғой, уайымдағыш болдым. Соны жайлап төмендете бастадым. Жыласа да бала жылайды, солай өседі деп сәл солай қарай бастадым. Бірақ керісінше сол уақытта құлшылыққа деген, намазға деген ықылас арта бастады. Солай жайлап реттеліп кетті негізі, альхамдулилля. Жалпы бүгінгі эфирдің тақырыбы намаз сені сағынды. Иә. Қандай ой келеді? Мен ойлаймын, тіпті адам балиғат жасқа толғаннан бастап намаз оқыса да, әр кіретін намаз оны сағынып отыратын сияқты ойлаймын. Бірақ ең бірінші осы жерге келген кезде, намаз сені сағынды деп оқыған кезімде, демек бұл намаз оқымай жүрген адамдарға байланысты ма деп ойлап қалдым. Бірақ түсінгенім, ол тек қана намаз оқып жүрген адамдарға ғана емес, барлық құлшылық адамды сағынады. Құран оқуда, дұға етуде, намаз оқуда, жамағатпен бірігіп дұға етудің барлығы құлшылықтар бұл адамды сағынып отырады. Өйткені қараш, мысалға, егер егер адамға Алла тағала Құранға, намазға деген махаббат бермесе, ондай уақытта бұл адам мен құлшылықтың арасында ешқандай бір байланыс болмайды. Бірақ Алла тағала сондай құдіретті, біздің намазға деген махаббатымызды іштен орнатып қойған. Ол бір мынандай сияқты, Bluetooth сияқты. Сен магнит сияқты да іздеп жүресің. Намазға екеуің біріккен уақытыңда жүрегіңде толықтай тыныштық болады. Сондықтан мен осыны бірінші кезекте бұл намазды сағыну деген сөз Алла тағала құлын сағыну деп те түсіндім бір жағынан. Енді саған сұрақ, Айнұр. Бұл кітаптың авторы өзіңсің. Біз әлі бұл сұрақтарға толықтай келеміз. Сонда да кішкене оқырмандар интрига болсын. Не себепті намаз сені сағынды? Өйткені мен бұл уақытқа дейін, мен ешқашан бұндай атау көрмегем. Содан кейін сәл ішім бит тарланып тұр деп айтайын. Дұға сені сағынды деп неге қоймадым деп отырмын қазір. Жалпы бұл ат бізде аяқ асты шықты. Аяқ асты болғанда қалай ұсынылған кезде есім ұнады да. Оған дейін мен кім ұсынды? Командадағы қыздар. Командадағы қыздарға біреу ұсынған, сонымен Алланың қалауымен. Жетті. Айтады ғой, маған жетті. Тіпті қазір сыртының өзін көрген кезде көресіз, мүлдем ойламаған нәрсе болуы мүмкін. Өйткені адамда хал деген нәрсе бар, состояние деп айтамыз, адам дәл сол кітап жазу барысында, немесе кітапты бітіргеннен кейінгі халінде қайсы ат оған жақын, немесе қай дизайн оған жақын, сол нәрсе өзі қандай халде жүрсе соған қарай бұрып кететін. Мен осы жолы көзім жетті кәдімгідей. Өйткені дизайнерлер нандай мынау өтеді деп ұсынса да, бірақ жүрек қабылдамайды ол нәрселерді. Және бұл ат осылай аяқ асты өзгерді, себебі біз оған дейін намазыңды әсемде деп, осыдан бұрын 3 жыл бұрын біз тіпті подкасттардың өзі бізде намазыңды әсемде деп басталған болатын. Алайда аяқ астынан осындай бір Алла тағаланың ой салуымен осылай кітап өзгерді. Және де бұл жердегі ең басты мақсат, жаңа айтып жатырмын ғой, намаз сені сағынды деген кезде, ана кітапты ұстаған адамның жүрегінде намазға деген бір махаббатты, намазға деген сағынышты оятатын бір
психологиялық тұрғыдан да бір әсері болғанын қатты қаладым. Себебі қазақ тілінде шынымды айтсам мен 3 кітапты көрдім намазға қатысты, ықыласты арттыратын. Бірақ үшеуінде де бір бөлімдер ғана жазылған екен да. Яғни түнгі намаз туралы кітап бар, бөлек. Алайда мен осы кітапта барынша қазақ тілінде жан-жақты намаз туралы қамтылған. Тіпті соның ішінде жаңағы боль деп айтамыз, бүгінгі күні адамдардың ойында жүрген сұрақтарға да жауап болатын, намаз оқымай жүргендерге оқуға, намазға себеп болатын, немесе оқымай жүргендерге оқып жүргендерге намазбен жаңа бір қарым-қатынасқа, жаңа деңгейге шығуға себепші болатын болуын қаладым. Машалла. Енді ары қарай тағы да айта бастайтын шығармыз, бірақ маған қатты әсер еткен оқиға болды. Жаңа айтып жатсыз ғой. Ол кітапты мен қашан оқыдым? Осы Түркияға кетерден алдын мен алдырдым. Осы не намаз туралы кітап па? Иә, намаз туралы кітап. Намаз туралы кітап емес, ол пайғамбарымыздың мектебі деген кітап. Орысша. Сонда сол кітаптың бірінші несінде қатты пайғамбарымыздың намазы туралы жазылған екен. Ана оқиғаны не қылған кезде, мен оқыған кезде көзіме жас толып, әлі күнге дейін мен кітаптың бірінші бетіне әдейі соны қойдық та. Пайғамбарымыздың үмметіне қарап, соңғы өлім сәтінің алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінде тұрып, жаңа мешітке қарайды ғой, мешіт пен үйінің қабырғасы бір ашқан кезде сахабалардың намазда тұрғанын көреді. Өзі ол бар күшін жинап орнынан тұрып тұр, екен қатты ауырады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Біз білеміз, пайғамбарымыздың ауруы, яғни оныкі қарапайым адамдарға қарағанда күштірек. Сонда пайғамбарымызды жымитқан нәрсе болды дейді. Ол сахабаларын намазда көруі дейді. Енді менде ой болды. Бұрын біз білесіз, алғаш намазға келген кезде, дәл қазір мына студияға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кіріп келсе, қандай сезімде боласың? Қандай сезімде боласың? Немесе айналысып жатқан ісіңнен ұялып қалмайсың ба деген сияқты бір жас кезімізде осындай сұрақтарды жиі қоятынбыз. Опрос болатын ол кезде көбіне. Сонда мен сол нәрсені елестеттім да, қазір мен намаз оқып тұрмын. Тіпті оқуға ерініп жатырмын. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келсе, мен не деп айтамын оған? Менің намазым пайғамбарымды қуантама, әлде керісінше қайғыртама, көзіне жас алдырама деген менде бір ішімде енді неше түрлі сезімдер оянды. Тіпті маған осы жерде құрбым жіберген екен. 2024 жылы қаңтар айында мен сол оқиғаны жіберіп ол кісіге, болды, мен кітапты қалай да бітірем деген екен. Себебі бұл кітап 3 жыл бұрын басталған негізі. Таңғы кешкі зікірлерден бұрын осы кітап шығу керек болған. Алланың қалауымен ортада таңғы кешкі зікірлер шығып кетті да, мен өзімді кітапты жазуға лайықсызбын. Мен өзім намазды ықыласпен оқымаймын, үйтпеймін, сөйтпеймін, бүйтпеймін деп жүрген кезде қысқасы айттым ғой, Айнұр, ең қызығы GPT-мен сөйлестім. GPT деген мотивацияны берген кезде енді отырып алып кітап жазғым келіп кетті ана жерде. Солай Алланың қалауымен Алла Тағала қайтадан осы кітапты жазуға деген мен махаббатымды ашты. Түркиядан келгендегі себебім деп, бәлки қайтқандағы себебім де сол болар, осы кітапты қазақ еліне жеткізу деген бір қатты арман болды. Тіпті бүгінгі эфирге де менің қатты жаңағыдай қобалжыған себептерімнің бірі, бүгін осы кітаптың тұсаукесері болады деп айттық. Әрі осы уақыттағы ниетімді түзеумен болдым. Сен шын мәнінде кітап сату үшін жасап отқан жоқсың ба? Шын мәнінде бұл мынандай ма? Адамдар не дейді? Анау не дейді? Дизайнына қатысты. Осындай ойлар жаңа. Өйткені сөйтемді бүгін ұстазыммен сөйлесем ғой. Ұстаз, менде осындай нәрсе болып жатыр. Сабақта отырмын, ол кісі көріп тұр менің жаңағыдай не қыла алмай жатқанымды. Фокус қоя алмай жатқанмын. Сосын, Айнұр, сенде бәрі жақсы ма? Ұстаз, сабақты тоқтатайықшы, мен сізбен сөйлескім келіп тұр деймін. Сонымен ол ұстазбен сөйлескен кезде оған айтамын ғой, осындай кітап, ол осындай деп, сосын сол кезде сол кісінің қолдауы маған бүгін қатты көмектесті. Кәдімгі денемдегі ауруларды кетірді ғой, вообще басты той. Сонда ол кісінің айтқан, Айнұр, сен хайырлы істің басындасың. Бұл жолда ниетті қайта түзеу керек болады. Иә, ол дұрыс. Бірақ шайтан сені осы жолда шалмасын деді. Өйткені осындай жолдан да тоқтату үшін шайтан жаңағыдай неше түрлі тақуалыққа салып деген сияқты неше түрлі ойларды салады екен. Сен жасау керексің бұл нәрсені. Алла Тағала осы кітабың арқылы ислам дініне және мұсылмандарды қуаттасын деген дұғаны айтқан кезде менде пайда берсін деген кезде болды, ұстаз, болып кеттім эфирге деп үйге қайтып кетіп, шынын айтсам киініп содан эфирге келдім. Айтпесем кәдімгідей ой болды, соңына дейін эфирді қоя салайық па, команданың жұмысын ойлаймын, ананы ойлаймын, мынаны ойлаймын, бірақ бүгін бәрібір қалай болса да бұл дүниеге келу керек деген қажырлы еңбекпен келген. Иә. Енді осы жерде бізде оқырмандарға сұрақ қоюға мүмкіндік берсем деген ой келіп тұр. Қарапайым Айнұр мен қарапайым Маликаға қандай сұрақ қоясыздар?
бір кісі Алма Адришева жазыпты. Айнұр ұстаз, бұл кітап жай туынды емес. Ана баланы қиналып туғандай, сіз де көп толғанғаныңыз сезіліп тұр. Алла разы болсын дейді, машалла. Бағана мен құрбыма жаздым, мен толғатып отқан сияқты денем ауырып жатыр деп шынымен солай жаздым. Өйткені түсіне алмадым не болып жатқандығын. Оны өте жақсы түсінемін сізді. Иә, кәдімгідей түсіне алмадым ана жерде не болып жатқан, жазып жатырмын, мен қоймай жатыр, аяқтарым бәрі қақсап жатыр деген сияқты. Бүгін енді иншалла сізбен бірге осы жамағаттың дұғасымен бірге сол кітаптың иншалла бір кішігірім тұсауын кесіп дейді ғой, енді тұсаукесерін жасап, иншалла сіздердің дұғаларыңызбен, баталарыңызбен халыққа жол тартады деген сенімдеміз. Сұрақ: намаз бастайын десем қате оқып қоямын ба деп қорқамын дейді. Осы кісіге бір мотивация беріп жіберіңізші намаз бастап кетуіне. Қазіргі уақытта көп сұрақтардың бірі осы. Намаз бастағым келеді, бірақ та мен намаз бастауға қорқамын. Өйткені егер намаз бастайтын болсам, оны тастап кетуім мүмкін, мен оны қате оқып қалуым мүмкін, немесе мен оны мысалға бір намаз бұрыннан оқып жүргендер, олар ана чемпион мира сияқты да, олар кішкене дәрежесі жоғары, ал мен жаңадан келгенмін, мүмкін менің құлшылығым қабыл болмайтын шығар деген сияқты қорқыныштар болады. Бірақ бұл мүлдем қате түсінік. Өйткені намаз бұл бір Алланың дастарханы сияқты. Ол жерде сен же, сен жеме, сен кел, сен кет деген нәрсе жоқ. Яғни Алла тағала барлығымызды шақырады оған. Және ол дастарханнан біз барлығымыз міндетті түрде өзіміздің бір үлесімізді аламыз. Ол жерде берекесі бар, оның қуанышы бар, оның жақсылығы. Намаз оқыған адам өз біледі. Тек қана Алла тағала бізді жақсылыққа қарай тарта береді. Намаз оқыған кезінде сүрелер қате оқып қоямын деген қорқыныш болады. Бірақ та бұл қорқыныш болмас үшін мен ойлаймын, намаз басында үйрене беріңіз кириллицамен де, бірақ Құран үйренуді бастап кетіңіз. Егер Құранды үйреніп бастасаңыз, онда сізге намаздағы сүрелерді, дұғаларды оқу жеңіл болады. Кәдімгідей ережесімен тақылдап тұрып оқып, намазда енді оның өзі әсер етеді. Кириллицамен жаттаған адаммен кәдімгі Құранды арабшасынан оқыған, оны тәпсірмен бірге оқыған адамдікі мүлдем басқаша болады. Сондықтан онда тұрған ешқандай қорқатын нәрсе жоқ. Ең бастысы Аллах тағала менің оқыған намазымды қабыл ет, қате кемшіліктермен қабыл ет деп сұрап, бисмилля деп бастай беріңіз иншалла. Намаздан алыстап жүрмін, не істесем болады? Осы сіздің кітабыңыз күш беретін шығар маған деген ойдамын. Машалла. Негізі мен сеніммен айта аламын, ол солай болады деп. Өйткені ол кітап жазылу барысында мен редакторға берген кезде айтады, басынан оқығаннан бастап жыладым дейді ана кітапта. Өйткені мен кәдімгідей біраз редакторларға жұмыс жасадым да, ұнамайды жаңағыдай түзеткені. Сондықтан да осы кітап сіздің қайтадан намазға жақындауыңызға, яғни намазды сіз сағынып оған баратындай себеп болады деген сенімдемін. Енді мына жерде намаздамын, альхамдулилля, бірақ кейде оқып жатып басқа ойлар кіріп кетеді. Мысалы, келетін қонақтарға не дайындасам, немесе біреу ренжітсе, неге солай тиісе береді деп ойлап кетемін дейді. Қалай деп айтсақ болады бұл кісіге? Ең алдымен бұл жерде біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Намазға кірген кезде біз оны бір міндет оқи салатын нәрсе қылып қарамауымыз керек. Мен кітаптың ішінде қазір бөлімдеріне таныстыратын боламын. Намазға дайындық деген бөлім бар да. Неге? Өйткені ол кез келген нәрсеге, мысалы біз НТК-ға кіретін кезде, немесе жұмысқа кіретін кезде барлық собеседованиеден өтеміз, алдын ала жаңағыдай жұмысқа өту үшін, немесе жаңағыдай оқуға түсу үшін алдын ала тест тапсырамыз деген сияқты, намазға да сондай бір дайындық болу керек. Осы жердегі элементарно бір дайындық, міне қазір құптан оқымаған шығарсыздар бәлки, мысалы сіздерге бір тапсырма бәріңізге. Бүгін қазір дәрет алыңыздаршы. Дәрет алған кезде жай ғана жаңағыдай дәрет алып жатырмын деп суды шорылдатып қойып тез қалай болса солай емес. Кәдімгі дәрет алған кезде мен оң қолыммен жуған, менің қазір бүгінгі оң қолымды жуған кезде менің бүгін оң қолыммен жасаған күнәларымды Аллахым кешірші деген ниетпен кәдімгідей асықпай, сол қолыңызды жуған кезде де солай, аузыңызды шайған кезде Аллахым менің аузыммен айтқан ғайбаттарымды кешірші деген секілді біз не істеуіміз керек? Өзімізді дәрет алып жатқандығымыз сезінуіміз керек. Ең маңызды намазға дайындықтардың бірі осы дәреттен басталады. Себебі дәрет ол адамды тазартады. Жаңа айтып жатсыздар, мына жерде көптеген сұрақтардың бірі, жаман ойлар келе ма сіздерге деген сияқты. Келеді. Біз де пендеміз. Неге мен бүгін әдейі ұстаз Айнұр, ұстаз Малика емес, қарапайым адам ретінде сөйлесейік деп жатырмын. Ондай ойлар келеді. Біз де пендеміз. Айтып тұрмын ғой, маған жаңа Маликаның өзіне кітаптың атын неге олай қоймадың деген сияқты ойлар лезде келіп кетіп жатыр да. Осы жерде отырып, мысалы, ол
ұстаздарда тіпті ондай ойлар көп болады деп ойлаймын. Өйткені бізбен көбірек күресетін сияқты. Сондықтан да бұл жерде ең алдымен қазір баршамызға тапсырма. Өйткені мен осы нәрсені намазын дәсемде курсында бердім да, тапсырма ретінде. Бірінші дәреттен бастаңыздаршы. Өйткені бәрібір дәретті аламыз. Сол дәретті алған кезде асықпастан, сезініп, жай ғана, мен тіпті арасында кітаптың ішінде де практикалық амалдар бар. Анда-санда дәретті кәдімгі суды жылытып, қиналып кішкене алып көріңіздерші деген нәрсе. Өйткені біз краннан күнделікті су ағып тұрғаннан біз бәрін автомат түрде жасайтын халге жетіп кеткенбіз. Сондықтан осы дәреттің өзіне қазір сіз дұрыс қарап бастаған кезде, жаңағыдай аяқпен жасаған күнәлі әрімді кешірші деп осындай тазалану процесс екендігін түсінген кезде бізде ықылас пайда болады. Өйткені ол білеміз, дәрет ол намаздың кілті. Өйткені ол негізгі кілт қой. Кілттің біз білеміз, тістері сай келмесе, не істемейді ол? Есікті ашпайды. Дәл сол секілді мына дәреттің өзін сіздер, дәрет кілтінің өзін, намаздың, сіздер қазір кілтін дұрыстап, тістерінің өзін дұрыстап алатын болсаңыздар, әрбір дене мүшеңізді жуған кезде олай болатын болса, сіздің ол намазыңыздағы кілтті ашады, ықылас кілтін ашатын болады. Сондықтан да менің ең бірінші ұсынатыным практикалық амал ретінде осы. Менің ұсынатым, негізі намаз оқыған адамның ойын бөлу үшін негізі әрбір шайтанның жұмысы бар ғой. Ол хинзап деп аталады. Атының өзі андай ғой, кәдімгідей хинзап. Қалай да қырып жіберем керек деген сияқты. Яғни әр адам намаз оқып бастаған уақытта хинзап деген шайтан оның ойын барынша бөлуге тырысады. Ол біздің ойымызды бөлмес үшін біз алдын ала жаңағы Айнұрсыз айтқандай дәреттегі әрбір қимылымызға ерекше мән береміз. Мен өзім көбінесе иман мәсіреген кезде, Айнұр, дәл осы амал жасаймын. Дәрет алып жатқан кезде кәдімгідей дәреттің өзіне бір 2 минутта тез шығып кетпеймін, уақыт бөлемін. Өйткені егер мен оған дәретіме дұрыс мән бермесем, кілтке дұрыс мән бермесем, оның ішіндегі нәрсеге де дұрыс қарамауым мүмкін. Сондықтан дәрет және аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп сол жаққа 3 рет түкіру керек. Сонда Алланың қалауымен Алла Тағала сізді сол шайтанның азғыруынан сақтайды, иншалла. Мына жерде сұрақ, яғни намазды бастасам тастап қоямын ба деген қорқамын дейді. Бір ғана жауап берейін. Кітапта бұған жауап бар негізі. Сіз намазды бастамайынша тастайсыз ба, тастамайсыз ба білмейсіз. Бұның барлығы алдын ала қорқыныштардың болуы норма. Бірақ сіз алдымен бастап көріңізші. Мүмкін сіз керісінше ең ықыласты намаз оқитын адамға айналып кететін шығарсыз. Бұл жердегі басты мақсат, біз білеміз, психологтар да айтады, қорқынышқа қарай жүру. Қорқатын нәрсеңді жасаған кезде ол қорқыныш кетеді деп. Сондықтан да сіз намазды бастауға қорқып жүрсеңіз, онда бастаңыз керісінше. Сол кезде ол қорқынышыңыз не істейді? Кетіп қалады. Мен намазды тек мұқтаж болғанда ғана, яғни парашют оқитын сияқтымын. Жұмысым жүрсе, намазға уақыт таппай қалам дейді. Бұл да бір сынақ қой, расында. Дана, бұл жерде мынандай нәрсе. Алла Тағаланың негізі көркем есімдері бар ғой. 99 көркем есім бар. Және оның әр қайсысы біздің осы өмірді терең түсінуге өте үлкен көмегі бар. Енді қараңызшы, біз қандай нығмет болса да Алла Тағаладан сұраймыз. Бүкіл рызық несібе ол біздің Алла Раббымыздан болады. Қанша қаласақ та қаламасақ та бізде тағдырымызға жазылған, рызығымызға жазылған нәрсені ғана аламыз. Егер ол бізге бұйырмайтын болса, біз оны ала алмаймыз. Дұрыс қой. Бірақ та қараңызшы, сіз мынандай Алла Тағаланы біз кейде ойлаймыз, бір алдауға тырысатын сәттер болады. Мысалға, енді мен балам бар ғой, сол үшін мен қаза етіп отырмын ғой. Енді мен жұмысым көп қой, ана жақта қаншама клиенттер сен намаз оқып ал деп күтпейді ғой. Немесе ана жерде менің бастығым бар ғой, ол маған айтады ғой, намазыңды қой, сен одан жұмысыңды істе деген сияқты айтады ғой деп біз Алла Тағаланы алдағымыз келеді. Бірақ Алла Тағаланың біз білеміз, оны алдай алмаймыз. Алла ол өйткені бүкіл жанымыздың ішіндегі барлық нәрсені ол біледі. Және егер де сіз құлшылықты, олай парашют дейді ғой, бір есеппен жасайтын болсаңыз, онда Алла Тағала сізге өзінің рызығын есеппен береді. Мысалға мынандай бар екен да, өткені жақында естідім, Алла Тағала өзінің рызығын әділдігімен береді және фадл, кеңшілігімен береді дейді. Егер екі адам бірдей жұмыс істеп жатыр, екеуіне де бірдей міндет бұйырылған, екеуі де бірдей жұмыс жасайды, бірдей уақытта кетеді, бірақ біреуіне айлық көп түсуі мүмкін, екіншісіне аздау. Сонда жаңағы біреу ренжуі мүмкін, неге маған ондай деп. Алла Тағала ол есеппен берді оған. Ал екінші адам Алла Тағалаға оған бір кеңшілігімен, сондай бір ықыласына, ниетіне қарай берген болады. Сол үшін
сіз қайта есептің барын алып тастап, ешқандай есепсіз алла тағалаға шынайы түрде құлшылық ететін болсаңыз, сіздің қазіргі жүріп жатқан жұмысыңыз одан да негіз артады. Өйткені сіз былай деп есептеңіз, намазға деген ықыласым тең саудадағы, яғни бизнестегі ақшам деп есептейтін болсаңыз, мынау намазды төмендеткен сайын сіздің кәсібіңіздегі береке де кете береді. Ол бізде былай деп ойлауы мүмкін. Жоқ, мен қазір күшті кетіп жатыр, намазды оқымай кетсем де, бірақ саудам күшті кетіп жатыр деп ойлаймыз. Бірақ айтады ғой, қиын сәтте дұғаңның қабыл болған қаласаң, онда кеңшілік сәтте көбірек дұға ет дейді. Яғни қазір сіздің жағдайыңыз одан да керемет болған қалайсыз, бизнесіңіздің сол деңгейде қалған тұрған қаламайсыз ғой, одан да өскенін қалайсыз. Сол үшін ешқашан есеппен намазға келуге, есеппен намаз оқуға болмайды. Біз ешқашан алла тағаланы алдай алмаймыздан. Хорошо? Мына жердегі сұрақтың барлығына шынымды айтсам кітаптың ішінде жауап бар. Оның ішіндегі жауаптар қандай? Мысалы қараңыз, мысалы мына жерде сұрапты, намазды таң намазынан бастаған дұрыс па, әлде құптан намазынан бастаған дұрыс па деген сияқты. Ең алдымен біз білуіміз керек болған нәрсе, бұл 5 уақыт намаз бізге парыз. Яғни біз қазір сіздерге құптанды оқып жүре бер, немесе таңды оқып жүре бер деп айтпаймыз. Алайда егер сіз ең болмағанда біріншісінен бастайын, сосын қалғанын да жалғастыруға мен ниеттімін дейтін болсаңыз, онда өзіңізге уақыт ыңғайлы намаздан бастаңыз. Себебі таң намазы көпшілігімізге бізге қиындау. Өйткені әсіресе жазда біз Құранмен саяхат жобасын өткізген кезде Құран хатымға 4:30-да тұрамыз, ал таң намазына 2:30-да тұрамыз. Сонымен ұйқымыз былай болды. Шын мәнінде бүгін Алланың қалауымен соңғы беттеріне жетіп, иншалла қазір Құран хатым дұғасын жасайтын боламыз сіздермен. Және осы жерде ең бастысы, сіз өзіңізге ыңғайлы намаздан бастаңыз. Неге? Өйткені көбісі таң намаздан бастайды да, таң намазына да ұйықтап қала бергеннен кейін не істейді? Мүлдем намаз тастап кетеді, қиын көреді. Сондықтан 5-ін, мысалы күндіз үйде болатын болсаңыз, немесе кешке келетін болсаңыз, құптаннан бастаңыз, бірақ ниетте мен қалған намаздарды да оқимын деген ниеттің болуы өте маңызды. Негізі алла тағала кез келген бұрындары бір ғалым бүкіл өмірін кітапқа арнап жүретін. Мысалға 40 жыл өмірін, 60 жыл өмірін кітапқа арнап жүретін. Бірақ қазір бізге алла тағала сондай мүмкіндіктерді беріп қойды. Біз ақпаратты әйтеуір кез келген жерден бүйтіп теріп жинап ала саламыз деген ой бар. Алайда нақты, мысалға намаз сені сағынды сияқты кітапты алып, бір мәселе болып қалды, намазыңыз қаза болып қалды, немесе күйеуіңіз намазыңызға рұқсат бермей жатыр, намаз оқығанда ешнәрсе сезінбей жатырсыз ба, дереу үнемі қасыңызда осы кітапты алып жүргіңіз керек. Өйткені аштыңыз, оқыдыңыз, демек осылай екен ғой деп бұған сай амал жасайсыз. Мысалға алла тағаланың Әл-Мухаймин есімі бар, ол қамқоршы деген мағынаны білдіреді. Сонда ғалымдар айтады екен, алла тағала Әл-Мухаймин, ол қамқоршы, бірақ қамқоршыдан бұрын бақылаушы дейді. Егер адам біреуге қамқорлық жасағысы келсе, онда алдымен оның жағдайын, хәлін, қандай болып жүр, қандай көңіл күйде жүр, неден қиналып жүр, соны толық білу керек. Соны білгенде ғана ол шынайы оған қамқор бола алады дейді. Бірақ ғалымдар айтады, бір адамды бақылап және оған қамқорлық көрсету үшін ортада білім керек дейді. Яғни біз бәрібір толыққанды оқыған адамның алғандай білімді біз еш жерден ала алмаймыз. Қазір бізде бұрын ерсін сөздер айтатын еді ғой. Мысалға мешітте 1 сағат уағыз айтады, бір кітапты талдайды, сол кезде мобилографтар, видеографтар айтатын, ұстаз осыны жарты сағатқа қысқартыңызшы деп айтатын. Жоқ, бұл қысқартылмайды, өйткені кітапта қанша бар, мен соны айттым дейді. Жоқ, ұстаз өтініш деп. Сонда ұстаздар айтатын, әлі бір күні ұстаз осы кітаптағы нәрсенің барлығын 1 минутқа сыйдырыңызшы дейтін бір уақыт келетін шығар деп айтқан болатын. Сол уақытқа қазір біз келіп отырмыз. 1 минутта ұстаз тезірек мына сұрақтарға жауап бере салыңыз, мен 1 минутта тезсіз өміріме қолданайын да тезсіз оқып тастайын. Ондай болмайды, қыздар. Білімге Айнұр ұстаз осы кітаптың жазылуына қанша уақытын, энергиясын сарп еткен болса, сіз де сол кітаптағы нәрсені өміріңізге енгізу үшін әрекет ету тура керек болады. Мен осы жерде бір ғана нәрсені айтқым келеді. Мүмкін сіз ықылассыз жүрген шығарсыз, мүмкін қаза қылып қоя беретін шығарсыз, мүмкін бір тастап кетіп қайтадан оқып жүрген шығарсыз. Бастысы тастамаңызшы намазды. Өйткені біз көпшілігіміз ойлаймыз, мысалы ұстаз ретінде мен де айта аламын, мен бүгінгі таң намазында қандай сүре оқығаным есімде жоқ. Неге? Өйткені мен ықылассыз оқыған болуы мүмкін бүгінгі таң намазын. Бірақ мен 5-ді ықыластырақ оқыған болуы мүмкін, өйткені бір жолда білмеймін, басқа бір оқиғаға тап болған шығармын. Немесе кеше менде қатты сондай бір шүкіршілік сезім оянды осы кітапқа қатысты.
ана бір болады ғой, Аллахым маған осы мүмкіндікті маған бергеніңе саған сансыз шүкір деген. Өйткені ертең мен иншалла білем, ол кітап мына жердегі қойылған сұрақтардың барлығына жауап болған кезде сол адамдар намаздарын түзейтін болса, иншалла намаздарыңыз түзелетін болса, сіздерден маған керек сол ғана нәрсе да, шын мәнінде. Неге? Яғни кері байланыстарыңыз ғана. Өйткені ол кітаптың иншалла солай әсер ететінін білем. Бізде имандағы кризис деп айтады ғой. Біз айтамыз ғой, 30-35 жастың арасындағы кризис, алғашқы үйленгендегі жылдардағы кризис, тағысын кризис. Иманда да кризистік кезең болады. Яғни сен күшті істеп жүрген сияқтысың, Құран оқып жүрген сияқтысың, намаз оқып жүрген сияқтысың, бірақ соның дәмін сезбейтін де кезеңдер болады. Бірақ ол деген сөз тастап кету керек деген сөз емес, бір нәрсені өзгерту керек деген сөз. Ол білім алу болуы мүмкін, ол имани сұхбатқа бару болуы мүмкін, ол ұстаздың алдында отыру болуы мүмкін. Сондықтан да біз осы жерде мына нәрсені түсінейік. Мына сұрақтардың барлығына сіздердің кітаптан жауап ала аласыздар. Қазір біз онда сіздермен арнайы осы кітаптың тұсаукесерін жасайықшы. Содан кейін барып кітаптың ішінде қандай тақырыптар қамтылған, қандай бөлімдер бар, осы нәрселермен бөлісетін боламыз. Келістік пе? Бисмилля. Сіз қалай елестетесіз кітаптың сыртын? Сыртында жайнамаздың суреті бар, или намаз оқып жатқан адамның суреті бар. Немесе бір әппақ құстар, немесе енді сіздің фантазияңызға қарайтын болсам, негізі намаз оқып жатқан бір адамның суреті болуы мүмкін, бірақ басқаша елестете алмадым. Мен енді сіздің эмоцияңыздан түсінетінім, Айнұр ұстаз, кез келген адам бір нәрсені Алла разылығы үшін жасауға тырысатын болса, Алла тағала оған миындағы жоқ нәрселерді басқа біреулер арқылы алып келіп, өте үлкен құнды дүниелер жасап қояды. Сондықтан қыздар қазір кітаптың мұқабасын мен бірінші рет көрейін деп тұрмын. Сіздер де бірінші рет көресіздер. Сондықтан бисмиллахир-рахманир-рахим деп мен көзім жұмып тұрамын. Сіздер де жазсаңыздар болады, не нәрсені елестетіп тұрсыздар кітаптың сыртында, не нәрсе болуы мүмкін. Шын айтам, менде қатты қорқыныш болғаны, өйткені бәріміз бір нәрсені елестетуіміз мүмкін да, бірақ сондай болмай қалған кезде оқырмандардың несі қандай болады деген. Бірақ мен қазір оның себебін айтатын боламын. Неге ол стильді таңдадым деген нәрсені иншалла. Бисмилля, ал бізде команда дайын. Сіздермен бірге иншалла осындай қасиетті жұма түнінде, Мухаррам айында, Құран хатым қазір одан кейін дұғасында, қаридың қолымен берекелі сондай табысты, жемісті кітап болуын тілеймін. Көзіңіз жұмыңыз. Біз арнайы кітапқа сай тортта пісірттік, тапсырыс беріп. Аша берейін ба? Қолыңызбен ұстатайын. Бірінші лентаны шештірейін. Бұл жол кестірмейміз, шештіреміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Шеше берейін, иә? Болдым, ала берейін ба? Болды, алыңыз ал. 1, 2, 3, бисмилля. Қалай? Өте нәзік стиль. Одан кейін сыртқы көрінісін көрген кезде бір андай адамның жүрегіне бір жылулық келеді. Андай сағынып тұрған нәрсемен бір қауышқан сияқты сезім бар. Одан кейін бір Алла тағаланың өте сүйікті жаратылыстарының бірінің суреті тұр. Бұл көбінесе адамға уайымдама, барлығы жақсы, сенде барлығы дұрыс, қорқатын ештеңе жоқ, барлығы еркін, барлығы жеңіл. Намазды бұл жерде суретте барынша әдемі етіп көрсеткен, бірақ суретте намаз Жайнамаз жоқ дейді. Жайнамаз жоқ. Жайнамаз, намаз оқып жатқан адам жоқ. Бисмилля. Айнұр, өзіңіз көрсетесіз ба? Көрсетейін. 1, 2, 3. Қараңыздаршы қыздар, давайте бірінші негізі Айнұр ұстаздың басында кітапты мұқабасына мүлдем басқа ой келген. Бірақ Алла қалады, бұл кітаптың мұқабасы 1-2 күнде өзгеріп кетті. Бисмилля, енді таныстырудан бастайық. Не үшін мұқаба бұндай болды? Ең алдымен жаңа айттым ғой, адамның ішкі халі деген нәрсе өте маңызды екен. Мысалы, мен негізі өте көпшілік мені қатал ретінде, жаңағыдай ұрысқақ ретінде таниды, Құранмен саяхаттағылар әсіресе. Алайда қазіргі кезеңде жаңағыдай әйелдердің бойында бір әйелдік сезім оянсыншы, намазға тұрған кезде бір қинайтын, бір істеу керек деген нәрсемен емес, керісінше мен өзімнің халімді де осылай жеткізгім келді да, яғни бір нәзіктікпен Алланың алдында әйел екендігімізді сезінейікші деген нәрсе болды. Екіншіден, біз білеміз
дейміз ғой, сағынған кезде жалпы не қолдың өзі мынандай бір иә ұстағың келіп ана жете алмай жатқан иә. нәрсенің несін үлгісін бергің келді. Одан бөлек жаңа өзіңіз айтқандай көбелек ол сұлу жаратылыс, ол нәзік жаратылыс, ол еркін жаратылыс, ол қалаған жағына ұша алатын жаратылыс. Яғни осы арқылы мен мына артында гүлдер бар, жаңа жемчугтер, маржандар бар, осы арқылы мынау намаздан кейінгі ішкі халіміз осындай халге жетсе екен деген. Иә. Сұлулық, әдемілік, нәзіктік, ал бастысы тыныштыққа жетсе екен, Алланың құлы деген еркіндікке жетсе екен деген менде ниет болды. Міне осы себепті дизайн осылай мүлдем күткен жоқпын. Айнұр ұстаз бұндай дизайнмен шығарады деп мүлдем күткен жоқпын. Айнұр ұстаз негізі бір қатал болып көрінгенімен негізі қатал емес. Жылату оңай, мен қанша жылатқам десең. Бірақ бұл жердегі маған кітаптың мұқабасына ұнаған нәрсе, Айнұр ұстаз, ішкі халіңізді көрсете білгенсіз. Одан кейін әйелдердің жалпы жаратылысы өте нәзік. Біз намазды қаза қылдық па, біз сол күні өзімізді жек көріп кетеміз. Баламызды ұрып қойдық па, өзімізді жек көріп кетеміз. Күйеуімізге қарсы сөз айтып қойдық па, өзімізді жек көріп кетеміз. Ал бірақ мына жерде өзіңнің нәзіктігіңе кір келтірме, нәзіктігіңді сақта. Сондай-ақ үміт, яғни қайтадан қайталасын сен намазға, қайтадан мүмкін сен бұл жолы ықылассыз оқыған шығарсың, мүмкін бұл жолы тастап кеткен шығарсың, бірақ сен қайталасын, сол сағынышты оята аласың. Және осы кітап саған сол нәрсеге көмекші болады деген мақсатпен осылай жасадық. Машалла қыздар, өте әдемі. Машалла. Кітаптың ең бірінші бетінде соңғы жүздесу, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бөлмесінің пердесін түріп бізге қарап тұрды. Жүзі ақ парақтай нұрланып жымиып күлді. Мен уже жылаймын қазір. 632 жылдың дүйсенбісі, мұсылман жыл санауы бойынша 11 жыл. Рабиа ауалдың 12 күні. Таң намазына жиналып, сап түзеген сахабалар кенет өздеріне сырттан қарап тұрған пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам байқады. Бірнеше күн бөлмесінде төсек тартып жатып қалған еді. Қатты сырқаттанғаны сонша бірнеше рет есіне танып қалған. Дерті ушығып кеткен соң намазға да қатыса алмай, орнына имамдыққа досы Абу Бәкірді, Алла оған разы болсын, тағайындаған. Енді міне бөлмесінің терезесінен сахабаларына қарап тұр. Жүзі ерекше нұрлы. Ардақты достарын көріп, нұр жүзіне күлкі үйірілді. Бұл көрініске куә болған сахабалардың да жүректерін шаттық кернеп, таңданыстарын жасыра алмады. Имамдықта тұрған Абу Бәкір, Алла одан разы болсын, әз пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам көріп, құрметпен шегіне бергенде, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам орнында қалуға ишара етті. Сонда сөйтіп намазды жалғастыруын бұйырды. Кейін пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам бөлмесінің пердесін қайта түсірді. Сүйікті пайғамбарының сауығып келе жатқанына иланған жамағат намаздарын толық тәмамдап, қуанышпен тарқасып тіршіліктеріне кірісті. Алайда бұл күлімдеген жүзді соңғы рет көруі екенін, бұл кездесу адамзаттың асылымен саллаллаху алейхи уассалам соңғы кездесу екенін сахабалардың ешбірі білген де жоқ. Санаулы сағаттардан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пердесін тұрып қараған Айша анамыздың, Алла одан разы болсын, бөлмесінде Раббысына қайтты. Оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Құрметті оқырман, кітабымды осы бір мұңды оқиғамен бастауым бекер емес. Себебі біздің бұл оқиғадан алар маңызды сабағымыз бар. Есінен танып, орнынан тұру қиындап, хал үстінде жатқан Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен кездесуге шығу оңай болмаған шығар. Толған айдай жүзін бауырлары соңғы рет көріп қалу үшін аяққа әзер тұрған болар. Бәлкім Алла тағала оның саллаллаху алейхи уассалам бұл дүниедегі соңғы сәттерінде көзінің қарашығы болған намазға куә болуын қалап, сырқатын саябырлатып, өне бойына бір мезетке қуат тарытқан да шығар. Анығын білмейміз. Алайда жүректі елжірететін ол саллаллаху алейхи уассалам, өзі үйреткен сүйікті сахабаларының намазда тұрған сәтін ақырғы рет көрді де қуанды. Аяққа әзер тұрған пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сонда ерекше қуанышында не жасырылу еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының намазға бекем болуын қайта-қайта ескертуінің астарында даналық бар. Бұл дінімізде намаздың маңызы орасан құлшылық екендігінің белгісі. Бұл оқиға сіз бен біздің өз намазымызға, тиянақты қарауымызға себеп болса екен деген үміттеміз.
пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам соңғы қуанышын елестетіп көріңізші. Ал дәл қазір пайғамбарымыз Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сол пердесін қайта тұрып бізге көз салса ше, біздің намаздағы күйімізді көргенде сол бір саңлақ күлкі қайта үйірілер ме еді? Әлбетте менің, сіздің, біздің намазда тұруымыз оны саллаллаху алейхи уассалам қуантады. Ал біз ше, өзімізден кейін қалар ұрпағымызға соңғы рет қарағанда дәл осылай көңіліміз жұбаныш таба ала ма? Адам өлер сәтінде өмірде ең көп уайым қылған, ең қатты қастерлеген нәрсесін іздейді. Біздің іздегеніміз намаз бола ала ма? Осы сұраққа жауап іздеуіміз қолыңыздағы кітаптың жазылуына түрткі болды. Алла тағала оқып отырған әрбіріңізге бұл білімді пайдалы етке дейді. Машалла, күшті ғой. Міне, маған өзіме қатты әсер еткен осы оқиға болатын. Сіздердің де жүректеріңізден осындай орын алады деген сенімдемін. Жаңа айтып жатырмыз ғой, намаздағы ықыласты арттыра алмай жатырмын, қалай алсам болады деген. Бұрын бір видео тарайтын, пайғамбарымыздың соңғы намазы деген. Сол видеоның әсері бар, қысқасы осындай, осындай бір әрқайсымыз егер оқыған намазымызды соңғы намаз ретінде егер елестететін болсақ, онда оны ықыласпен, шынайы беріліп оқитынымыз ол анық. Жалпы намаз бізде намаз кітабы бізде, намаз сені сағынды кітабы бұл 4 бөлімнен тұрады. Ең алдымен бірінші, бұл жаңа айттық, намазға бекем болу үшін ол білім маңызды деп. Сондықтан да ең алдымен намаздың маңыздылығы бірінші бөлімде баяндалады. Тек намаз туралы хадис, аят, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірлерінен не келтіруге болады, осының барлығы кітапта баяндалады. Екінші, намазға дайындық бөлімі. Себебі біліңіздер, біз көпшілігіміз намазға дайындықты дұрыс жасамағандықтан бізде намаздағы ықыласымызды жоғалтып алып жатқан халіміз бар. Сол себепті намазға дайындық бөлімі. Ол жерде жаңа біз бір ғана жолын айттық, ол дәрет еді, алайда дәреттен де басқа намазға дайындық жолдары бар екен. Сондықтан да ол қандай жолдар білгілеріңіз келсе, әрине осы кітапта айтылған. Және үшінші бөлім ол намаз ішіндегі әлем. Яғни намазға дайындық ол намаздың сыртындағы әлем болса, намаз ішіндегі бір өз әлем бар. Ол не? Намаздағы қимылдар. Маған осы кітапты жазудың барысында қатты әсер еткен нәрсе, мына нәрсе болды да. 14 ғасырдан аса уақыт бүкіл мұсылмандар, миллион, миллиардтаған мұсылмандар бір қимылды қайталап келе жатыр. Ойлаңызшы, және ол қимылды пайғамбарымыз өзі оянып алып үйреткен жоқ. Оған Алла тағала үйретті, Жәбірейіл періште арқылы, Жәбірейіл періште пайғамбарымызға үйретті, оған сахабалар үйретті. Яғни біздің бүгінгі оқып жатқан намазымыз бұл пайғамбарымыздың оқыған намазы. Ол намаз қаншама ғасыр адамдарды өзгертті. Және бізді ол намаз қалай өзгерту керек. Міне осы намаз ішіндегі әлем атты бөлімде осыған жауап таба аласыздар. Соңғысы әрине намаздағыдай халде бол. Бұл бөлімде біз намаздан тыс уақыттағы халіміз. Біз көбіне намазда Алла көріп тұр. Намазда ықыласты болуымыз керек деген сияқты оймен жүреміз да. Намазда ассаламу алейкум дегеннен бастап, деп жаңа балаларымызға айқайлап бастаймыз, күйеулерімізбен ұрысып бастаймыз деген сияқты. Ең басты мақсат осы жерде намаздағы ықыласты сақтап қалудың жолы намаздан тыс уақытта да намаздағыдай халде болуымызда екен. Ал енді оған қалай қол жеткіземіз? Бұл кітап, біліңіздер, тек қана бір әдеби кітап немесе діни кітап емес, бұл практикалық кітап. Өйткені әрбір бөлімнің, оның ішіндегі бөлімшелердің соңында практикалық амалдар бар. Яғни мен осы бөлімді оқығаннан кейін мен қалай амал ете аламын деген. Және де мына нәрсені де түсінсеңіздер, мен тіпті айтар едім, әр бөлімді жеке-жеке оқып намазға қосып. Бүгін оқыдыңыз, соны қайтадан жасау. Мысалы, бүгін сіздер дәрет туралы білдіңіздер, қазір барамызда дәретімізді реттейміз. Осылай реттеп көріңіздер намаздың. Мүлдем, оны мен өзім басымнан өткізген адам ретінде айта аламын. Сондықтан да осылай біз намазымызға постепенно дейді, яғни біз кезеңмен келеміз. Біз қазір ойлаймыз, қазір эфирге келдім, намаз күшті оқып кетемін деп. Олай болмайды, өйткені біздің қанша жылдық жинаған жаңағыдай әлсіздігіміз бар, халіміз бар, соның барлығын бізге қайтадан ояту керек. Ол үшін білім керек. Міне мендегі осы кітапты жазудағы мақсат осы болды. Шынымен айтам, қорқыныш болды, әлі де бар, бірақ сіздерге
барынша әсер етеді деген үміттемін. Және осының соңына біз арнайы намазға қатысты жаңсақ пікірлерге жауаптар жаздық. Өйткені жаңағыдай бар ғой, намаз бастайын десем күнәһармын, бірінші күнәларымнан тазарып алайын деген сияқты, намаз бастасам, намаз бастасам тастап кетсем деп қорқамын деген сияқты сұрақтардың барлығына, яғни сіздің сылтауларыңыз қалмайтындай жауап беруге тырыстық. Сосын Айнұр, мынандай бар ма? Мысалға, көпшілік, мен өзім былай болған екен, намазды ең алғаш рет бастаған кезімде маған қимылдарын көрсетті, осылай оқисың. Менде мынандай нәрсе болған жоқ. Оны оқу жаңағы, оның не үшін себебі қандай, мүмкін былай жасау емес, басқаша жасау болатын шығар деген сияқты ой болатын. Аллаху акбар емес, неге астағфируллах деп айтуға болмайды деген сияқты сұраға қорқатынмын. Бірақ ішімнен бір сұрақтар болатын. Кейіннен намаздың хикметі туралы іздеп бастаған кезде бұл адамға намазға деген ықыластың тағы да артуын көмектеседі. Енді сұрақ, ішінде адамның намаздың хикметі, даналығы, қимылдарының не үшін ондай болғандығы туралы бар ғой, ішінде? Бар. Ол жаңағы намаздың ішіндегі хәл деген бар ғой, сол бөлімде жазылған. Сол жерде намаздағы сәждені біз не үшін жасаймыз? Ең қызығы, маған қатты осы кітапта жазу барысында әсер еткені, біз жаңағы қиямға тұрамыз, Құран оқимыз, рукух жасаймыз, оған дейінгі жаңағы намазға дайындықтың қимылдары бар. Маған қатты әсер еткені білесіз ба? Бүкіл осы дайындықтың бәрі сәжде үшін деген нәрсе. Маған өте қатты. Сәждені Алла тағала басқа қимылдарды емес, сәждені 2 рет жасауды бұйырып қойды. Өйткені мына біздің рухымыз Раббысына сәжде етуді аңсайды екен да. Біз айтып отырмық, намаз сені сағынады дегені, бұл жерден тікелей мағынада емес әрине, бірақ мына біздің рухымыз, күндіз біз тамақ ішпесек қарнымыз ашқан секілді, рухымыз да Раббысына сәжде етпеген кезде ол ашады екен қарны. Яғни ол аш болады. Сол кезде біз намазға Алла тағала, мысалы, оразаны емес, біз білеміз, Рамазан жылына 1-ақ рет, қажылық өмірде 1-ақ рет, мысалы, зекет шамасы келгенде 1-ақ рет. Бірақ намаз ешкімнің бойынан түспейді. Неге? Өйткені Алла тағала, әлемдердің Раббысы, құлына қандай витамин керек екен, қандай жаңағыдай хәл керек екендігі барлығын Алла біледі. Сондықтан намаздағы қимылдар болсын, намаздағы дұғалар болсын, осының барлығын біз осы кітапта жинақтадық. Машалла. Негізі бұндай кітап әлі шыққан жоқ. Өйткені ол жердегі мен мысалға намаздың ішіндегі әр қимылдың хикметін, даналығын мен арабша кітаптардан, басқаша бір мақалалардан, түркше кітаптардан оқығамда, бірақ именно қазақша кітаптардың көпшілігінде ондай нәрсе көрмегенмін. Сондықтан Айнұр, құттықтаймын. Бұл қазақ қоғамындағы ең күшті негізгі намаз туралы кітап болады, иншалла. Иншалла, алған кісілердің барлығында сондай бір нәтижеге жетеді деген сенімдемін менде. Әмин. Жалпы бұл кітапты мына жерде намаз оқимын, оқымаймын деп айтып жатыр ғой. Бұл кітап барлығыңызға арналған. Неге? Өйткені сіз намаз бастай алмай жүрсеңіз, бұл кітап сіздің намаз бастауыңызға себепші болады. Егер сіз намазды тастап кеткен болсаңыз, онда намазды қайтадан намазға қайтуға себепші болады. Намаз оқып жүрген болсаңыз, намазда жаңа деңгейге шығуға себеп болатындығына иншалла, Алланың қалауымен гарантия. Өйткені мен өзім, менде қазір мынандай нәрсе қосылады да, тіпті мен команданың өзіне айтамын да, сендер намаз туралы кітапты қазір халыққа жеткізіп жатсыздар. Олай болса, бірінші біз өзіміздің намазымызды реттеуден бастауымыз керек. Өйткені не ғой, өзі қызық қой, Алла тағала өзің айтқан нәрсеңмен сынайды деген нәрсе бар ғой. Қалай мен намаз туралы ақыл айтып бастаймын, өзім намаздарымда сынақтар басталады да, сол кезде сен тұрып берсең, ойлаймын, иншалла, осы кітап мен бірінші өзіме пайдалы болды. Өзіме пайдалы болды және болады да деп ойлаймын. Сондықтан бұл әрдайым намазын уайымдаған кез келген мұсылманның жан дүниесіне жауап бола алады деген сенімдемін. Не себепті бұл кітапты жазуға шешім қабылдадыңыз? Мысалға тақырыптар көп, ораза туралы тақырыптар жазуға болатын еді. Немесе қасиетті Меккеге барудағы бір ерекше лайфхактармен бөлісуге болатын еді. Немесе өзіңе ең жақын, Айнұр, сен Құран тақырыбын өте жақсы көресің. Құранға байланысты кітап жазуға болатын еді. Бірақ неге именно осы намаз туралы кітап? Ең алдымен енді Құранға жазып жатқан өздеріңіз бар екендігін білдім. Екіншіден, мынандай менің кез келген жобам, кез келген менің курсым болсын, кез келген мен тегін берейін, рилстардағы мәселелер болсын талқылайтын, бұл менің өзімнің бойымнан өтеді. Мысалы, мен 5 жыл бұрын карантин болған кезде шынайы біздің намазымыздың бейнесі шықты ғой. Өйткені сен үйдесің, бірақ үйде жүріп ұйықтап қаласың. Немесе үйдесің, үйден шықпай, сен намазыңды ұзақ оқи алмайсың. Неге? Ойыңда әр нәрсе жүреді, үйде тұрсаң да. Сен Құран оқисың.
не мінезіңде өзгеріс жоқ, неге деген менде қатты сұрақ мазалады. Ең алғаш сол кезде мен бір шетелдің несіне қатыстым, курсына қатыстым. Сол кезде мен намазға деген қарым қатынасым өзгергені, мен өзім арнайы намазың дәсемде деген курсты жасадым. Солай осы кітапты жазуға себепші болған, яғни мен ұстаз болып жүріп, мен осындай нәрсемен әлсіреп жүрсем, менің намазым осындай халде болса, ұстаз емес немесе ортасы жоқ адамдардың халі қандай екен деген уайым мен осы тақырыпты зерттеуіме, жазуыма себепші болды. Машалла. Келесі сұрақ, бұл кітапты жазуға қанша уақыт жұмсадыңыз? Бұл сұрақты өзім шынымды айтсам, 3 жыл деймін, жаңа есептеп отырсам, негізі 5 жылға жуық болған екен. Яғни идея келді алдымен, Word күйіне түсірдім, слайд күйіне түсірдім, курс жасадым деген сияқты. Менен де үлкен ұстаздар бар ғой, иә? Болды. Мен білесіздер ме, осы күнге дейін кітаптың шығуына мүмкін бүгінгі қобалжуларымның барлығы сол себепті де болған шығар. Бірақ мен мынандай өзіме мақсат қойдым. Мен ғылыми кітап жазып жатқан жоқпын. Ең алдымен. Өйткені бізде мынандай ғой, мен ұстаздарым оқыса бұл кітап не дейді деген сияқты. Жаңағыдай хадисті силсиласымен дейді, тізбегімен келтірдің ба, жоқ па. Мендегі мақсат тіпті мен деген жақпен жазғым келді да, мен сіздерге осыны тілеймін деген сияқты. Бірақ енді редакторлардың айтуымен мен деген бұл әдепсіздікке сай болады дегендіктен, бірақ мен ішінде қолдандым. Неге? Өйткені менің бұл әпкелік, сіңілік, ұстаздық бір жанашырлықпен жазылған кітап болған ерекше қаладым. Сондықтан толығымен 5 жылға жуық деп айтсам болады, ал кітаптың өзінің кітап ретінде жазылып бастағанына 3 жыл болды. Өйткені мен ортада Түркияға кетіп қалдым, кітап жазуға лайықты емеспін дедім ортада. Депрессияға кетіп қалдым. Сонымен былтыр қаңтарда мен қайтадан қолға алып, солай бастадым. Бірақ менің түсінігім бойынша бұл жердегі кітаптың ішіндегі ақпараттар 5 жылдық емес, бүкіл бір адамның өміріне қамтитындай ақпараттар. Өйткені оны жинау, мен өте жақсы түсінемін, кітап жазған кезде ақпараттарды іздеу, оның дұрыс немесе бұрыс екендігін іздеу, одан кейін оны ұстаздарға тексерту, ұстаздарға тексерткен кезде міндетті түрде 1-2 ұрыс естисің, мына немене, мынаны дұрыста деген. Нәпсің сынады. Бірнеше рет менен де бір күшті кітапты жазып қойған да шығар, мен не істеймін, бұны жазып бәрібір лайықты емеспін деген артқа кету болады. Яғни кітапты осы жерге мұқабасымен әдемі етіп келгенге дейін өте үлкен нәпсімен күрес, өзіңмен күрес, мына қорқыныштарға қарсы жол негізі. Алла разы болсын. Менің жолдасым күледі, алдында айтып жатыр қой, маған айтады да, сен кітаптың маған қанша пайызын бересің сатылған кезде дейді да. Сосын неге десем, айтады да, сенің осы кітапты жаңағыдай жазу барысындағы шаршаған күндеріңді мен сені жұбаттым. Жаңағыдай ойбай демалам десе, мен сені демалысқа апардым. Кей күндері тіпті тамақ жасалмай қалған күндері де болды. Өйткені мен андай бір әдетім бар, бір отырғанда кіріп кетсем, бір отырамай қалсам, бетіне қарай алмай қалатын күндер болды. Сондықтан сырттан тамақ ішкен күндерді соны айтады, маған процентін бер деп солай күлді да. Ол кітаптың процесінде мен де бармын деп. Сондықтан да осындай кезеңдерден өтті. Аллаға шүкір. Келесі сұрақ, өте қызықты тақырып. Кітап жазу процесінде қандай қызықты сәттер, қиындықтар болды? Бұл қиындықтардың ең біріншісі, маған білесіз бе, қатты жаңағыдай әсер еткен, жеңілдетуіне әсер еткен деп айтайыншы. Мен кітаптың идеальны болуына әдеттегідей қаладым. Яғни қате болмау керек. Өйткені менде таңғы кешкі зікірлер шыққан кезде болды да ондай нәрселер. Ойбай деп кешке дейін бір тақырыппен отырамын, не қоссам болады, мен көмекшілерім көрді осы жерде. Үйіме келіп менімен бірге жазды олар тіпті. Сонда маған жеңілдеткен нәрсе, маған осы типографиядағы кісілер айтты да, Айнұр ұстазсыз. Сіз редактор емессіз, сіз жазушы емессіз деген сөз маған кішкене жеңілдетті. Яғни бұны әлі редакторлар тексереді, сіз қалағандай өзгертіп береді, қатесін түзейді, әлі корректор тексереді дегенде барып мен деп босаттым да шын мәнінде өзімді. Екінші маған қиындықты, менің ойымда болған қиындық ол жас ұстаздар көрсе не болады деген сияқты. Сол кезде менің құрбым бар, ол құрбым айтты маған, сіз кім үшін жазып жатсыз кітапты деп. Менің мақсатым жамағатқа, халыққа жеткізу, ол ұстаздар менің кітабыма мұқтаж емес. Сондықтан ол нәрсені не қылдым. Тағы бір кітаптың созылып кетуіне себепші болған, мен жаңа намазың дәсемде курсының желісімен жазғандықтан әйелдерге не беріппін да басында. Сонымен ойбай ерлерге қатысты тақырыптарды қосам, мен мешіттің жаңағы мешітте намаз оқудың артықшылығын қосуым керек деген сияқты, жамағатпен оқудың артықшылығын, ол қоғамда тәрбиесі бар деп мен ерлерге бөлім қосам деп жүргенде тағы созылып кетті. Оған да жаңа типографияда істейтін кісі және жаңа командадағы көмектесіп жүрген ер кісілер айтты, әйел ұстаздың кітабын ерлер оқымайды деді.
болды дедім ғой. Онда дизайн да өзгереді, онда ішіндегі тақырыптар да өзгереді. Болды. Егер ерлер оқымаса, мен неге оны проблема жасап жүрмін деп, осылай мені нәзік болып келуіне дүниеге, сондай бір эмоциямен жазылуына бір осы нәрсе себеп болды. Мен ойлаймын, Айнұр ұстаз айтады ғой, әйел бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді деп. Үйдегі бір ананың намазын дұрыстасақ, біз сол үйдегі қалған күйеуінің де, бала шағасының да, ата енесінің де намазын дұрыстауына көмегіміз тиеді. Сондықтан әйелді өзгеруіне себепкер болсақ, ары қарай барлығы жеңіл болып кетеді деп ойлаймын. Жаңағы нәрсеге байланысты мен қари болғым келеді кітабын жазған уақытымда, Айнұр, Ерсін ұстаз бен Еркінбек қариды екеуін көрген кезде мен не жазып жатқанымды ұмытып қалатынмын. Одан кейін ол кісілерден барып сұраймын, тура бір балабақшаның баласы докторант кісіге барып, мынау қалай жазылады деп сұрап тұрған сияқты сезінетінмін. Содан бір күні Ерсін ұстаздың қасына барам, екеуі отырған кезде, ұстаз, мен қари болғым келеді, кітабын жазып жатырмын, ол жерде Құран жатудың әдіс тәсілдері бар. Мен білемін, мен сіздер сияқты емеспін. Сіздер маған қарағанда үлкен деңгейде адамдарсыздар, бірақ мен сіздердің алдарыңызда бұндай кітапты тексертуге де мен ұялып тұрмын. Бірақ мен жазғым келіп тұр, адамдарға пайдалы болатын бір кітап жазғым келіп тұр, Құранға байланысты. Сіздер не дейсіздер деп келген кезінде Ерсін ұстаз айтқан болатын. Сендер, әйел ұстаздар, бүкіл қоғамдағы әйелдердің өзгеруіне себепкер боласыңдар, біріншіден. Екіншіден, егер сендер бізге қарағанда қоғамдағы әйелдермен көбірек жұмыс жасайсыңдар. Өйткені біз көбінесе ерлер қоғамына қараймыз, ал сендер әйелдерге. Әйел кісілер ер кісілер қарағанда енді көбірек. Одан кейін, егер сен осы кітабың арқылы көпшіліктің Құран оқуына себепкер болатын болсаң, онда біз тек қана қуанамыз. Сенің ұялып тұрған нәрсең, ол бір жағынан жаңағы біздің алдымызға шығып кетті деген сияқты сезім болмасын деген мағынада айтты. Сол кезде бір іштен Аллаға шүкір деген сияқты болды. Бірақ кейін ол кісілер кітапты көріп мақтаған кезде, демек мен бұны жасай алдым деген болды. Сондықтан ертең біз бұл кітаптың міндетті түрде Шамшат ұстаздарымыз бар, Алла ұстаз, үлкен ұстаздарымызға барып көрсетеміз. Өйткені олар өздерінің шәкірттерінің жаңа деңгейге шыққанын, Айнұрдың осындай ерекше кітап жазғанын көріп, мен тек қана қуанады деген ойдамын. Біздің намазды ықыласпен оқуымызға не нәрсе кедергі болады? Біз намазды ықыласпен оқуымыз үшін қалай жасауымыз керек? Намазда барлығымыздың ойымыз бөлінеді, барлығымыз намазды қаза етіп қоя береміз. Намазды тастап кетуге кейде шайтан ой салады, немесе мүмкін намазды арамызда тастап кеткендер де бар шығар. Бірақ та осы кітап қазіргі қоғамдағы өте үлкен дерт болып жатқан, өте үлкен проблема болып жатқан мәселелердің шешімі болады деп ойлаймын. Өйткені білесіз бе, Айнұр, Инстаграмда үнемі, тиктокта болсын, сұрақ келеді: ұстаз, менің намазым өте әлсіз, мен бүйтіп намаз оқығанша оқымай қояйыншы деп ойлап жүрмін. Немесе мен намазыма лайықты емеспін, мен намаз оқып жатқан кезде ешнәрсе сезінбеймін деген кезде, мына осы кітапты оқышы, иншалла бүкіл сұрақтарға осы жерден жауап аласың деп айтқым келеді. Біреудің намазға деген ықыласын арттыру бұл өте үлкен жетістік. Өйткені қазір біз біреудің биге деген ықыласын арттыра аламыз, біреудің фитнеске деген ықыласын арттыра аламыз. Ол оңай. Әдемі мүсін, әдемі бейне, әдемі киімдер арқылы, ақша табу арқылы кез келген адам мотивация алдыра аламыз. Бірақ намаз бұл адам нәпсісіне өте ауыр тиеді. Егер біреу сізге намаз туралы бір күшті нәрсе айтайын ба десе, деп ұялғаннан тыңдайсың. Ал бірақ егер біреу сізге бір күшті бір техника шығыпты, бір күнде 5 миллион алып келеді екен десе, сен соны барасың, соны жасайсың, еще одан кейін күтесің. Бірақ қыздар, біздің өміріміздің берекелі болуы, өміріміздің шынайы болуы, өзіміздің шынайы кім екендігімізді көретін сәтіміз бұл намазда. Өйткені сіз қанша жерден бұл өмірде тырыссаңыз да, мәңгі бақи бұл жерде өмір сүре алмайсыз, жер бетінде. Қанша қаласақ та, біз бұл жер бетіне бір кітапты алып кете алмаймыз. Осы кітап, осы Құранды біз қабірге ешкіммен бірге Құранды салмайды. Өйткені Құран осы өмірде ғана бізге жаңағы сауапқа көмектеседі. Қиямет күні ол бірден шапағат жетуге ғана келеді. Қабірде біз өзіміз Раббымызбен жалғыз қаламыз. Енді ойлаңызшы, сіздің қабіріңіздің нұрлы болатыны, қияметіңіздің жеңіл болатыны, сұрақ жауабыңыздың жеңіл ететін, жәннатта дәрежеңіз көтеретін нәрсе бұл сіздің намазыңыз. Қиямет күні бірінші бізден намаз сұралады. Енді қараңызшы, сіз қалай ойлайсыз, қазір оқып жатқан намазыңыз, ойыңыз жан жақта.
бірде оқисыз, бірде оқымайсыз, дәретіңіз үзірлі болып қалады, кейде үзірлі болса да қойшы енді қайтадан дәрет алып жүремін ба деп ерініп оқып қаласыз. Сол намазбен біз қиямет күні Алланың алдында тұра аламыз ба? Мен ойлаймын, тұра алмаймыз деп. Сондықтан намазға бекем болуды шақыратын осындай кітаптардың Алла тағалам көбеюін нәсіп етсін. Айнұр, шын жүректен қуаныштымын. Алла разы болсын. Ең алғаш біз мешітте таныстық, мешітте оқыдық, бірақ ол кезде бір жаңа районда бірге тұратынымызды, тіпті арамыз бір-ақ көшеде тұратынын біз білмедік. Бірақ осы жаққа келіп біз намаз арқылы, Құран, дін арқылы біз таныстық. Арамыз өте жақсы достыққа ұласты. Мен үміттенемін, иншалла, ертең 80-90 келсек те осы командамен қартайып, осы қыздармен қартайып, бала шаға немеремізді, ойбай, немеремнен әрең қашып келдім ғой, құрсын деп отырып, енді мен қазір 120-шы кітабымның тұсауын кесейін деп отырмын дейтін дәрежеге жетуді Алла тағала нәсіп етсін. Әмин, иншалла. Жастық шағымызда біз Құранға арнадық, намазға арнадық, дінге арнадық. Енді қалған өмірімізді де осыған арнаймыз деп үміттенемін. Және сіздерге де осы нығметті шын жүректен тілеймін.